Айгүл Айхан Сәтібайқызы Байдулла Айдаров атындағы нөмір 1 мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі. Көрнекті педагог Антон Макаренко. Бала өмірінде ойынның маңызы зор. Ол ересек адамның жұмысында, қызмет бабында қандай мәнге ие болса, онда да сондай мәнге ие болады. Бала ойнағанда қандай болса, есейгенде жұмыс бабында дәл сондай болады. Сондықтан да болашақ қайраткерді тәрбиелеуде ойынның маңызы өте зор деген екен. Олай болса, менің бүгінгі үздік оқыту технологиясы бөліміне дайындаған тақырыбым оқушылардың білім сапасын арттыруда дамытушы ойындардың маңызы. Мақсаты дамытушы ойындар арқылы оқушылардың қол моторикасын дамыта отырып, сөйлеу, есте сақтау қабілеттерін жетілдіру, сабаққа деген қызығушылығын арттыру. Бұл жерде күтілетін нәтиже оқушы тез ойланып, шапшаң қимылдауға тырысады, оқушыларда икемділік пен дағды қалыптасады, оқушылардың көру аймағы кеңейеді, ойлау қабілеті, қолдың ұсақ моторикасы дамиды, оқушы ойнай отырып білімді меңгереді, уақытын тиімді әрі пайдалы іске жұмсайды. Осы тұста мен математика пәні бойынша осындай дамытушы ойын тақтасын жасадым. Бұл жерде 10 көлеміндегі сандар, 1-ден 10-ға дейінгі сандар аралығында қосу және азайтуға берілген өрнектер және олардың мәндері. Оқушы мынандай резеңкелер арқылы өрнек пен оның мәнін сәйкестендіру қажет. Одан ары осындай карточкалар берілген. Карточка деген дөңгелектерге қарай отырып, оқушы мына ұяшықтан дәл сондай етіп толтырып шығады. Одан кейін айналмалы дөңгелекшелер орналастырылған. Оқушы мына тапсырмаға қарай отырып, осы өрнекті құрастырады және оның мәнін табады. Ары қарай 1-ден 10-ға дейінгі сандар жазылған және мынандай таяқша берілген. Сол дөңгелекшелерді алып оқушы санға сәйкес барлық жерге толтырып шығады. Жоғарғы жағында таймер орналастырылған. Оқушылар қандай уақыт аралығында тапсырманы орындап шықты, соны қарап белгілеп отыруға болады. Бұл жерде 3-4 сынып оқушыларына арналған тапсырмалар, көбейтуге байланысты тапсырма және олардың мәндері берілген. Оқушы көбейту мен оның мәнін бөлігімен сәйкестендіруі қажет. Одан ары қарай геометриялық фигуралар берілген. Оқушы үстіңгі бөлігінде геометриялық фигураларды олардың периметрін табуға байланысты формулалармен сәйкестендіреді. Астыңғы бөлігінде геометриялық фигуралардың ауданын табуға байланысты формулаларды сәйкесінше орналастырып шығады. Одан кейін түрлі түсті дөңгелектермен бейнеленген карточка оқушылар мынандай тапсырмаларды, таяқшаларды алады да осы карточканың үстін толтырып шығады сәйкесінше осындай дөңгелектермен. Бұл жерде де үстіңгі бөлігінде таймер орналастырылған. Оқушылар қандай уақыт аралығында орындап шықты, соны мұғалім өзіне түртіп алып, соңында олардың нәтижелерін бір-бірімен салыстырып, жақсы көрсеткіш көрсеткен оқушыларды мадақтап, оқушыларды сабаққа қызықтырып отыруына болады. Бұл дамытушы ойын тақтасын мынандай қылып өзгерттік. Бұл жерде де өрнектер жазылған таяқшалар алынып, оның орнына басқа тапсырмаларды қойып ауыстырып отыруға болады. Бұл жерде де сондай. Одан бөлек тек қана математика пәнінде емес, басқа пәндерге де мұғалім өз шеберлігіне қарай қажетті тақырыбына сәйкестендіріп, осындай тапсырмаларды дайындап алса болады. Мына жерде үстеу тақырыбына байланысты үстеулер берілген. Оқушы үстеудің антонимдік жұбын тауып бір-бірімен сәйкестендіреді. Ал мына жерде сөз таптары. Оқушы сөз табын өзінің тиісті сұрағымен байланыстырып шығады. Мысалы, мына жерде қазақ тілі пәніне байланысты жұптық жұмыстың кезінде оқушылар сәйкестендіру тапсырмасын орындап жатыр. Одан кейін
тақтасын менің әріптестерім өз сынып оқушыларына тапсырмалар орындатып көрді. Одан бөлек ата-аналар да осы ойын тақтасымен балалармен жұмыс жасап, өздерінің нәтижелерімен, ой пікірлерімен бөлісіп отырды. Сәлеметсіздер ме? Ғұбайдолла Айдаров атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі болам. Міне оқушыларымыз жақсы қабылдап, осы жерде жасалынған, ойлап табылған мына өрнектердің мәнін табу, сәйкестендіру және сонымен бірге сәйкестендіру, мысалы 4 пен 5-дің қосындысы 9 деген сияқты. Сонымен бірге мынандай түстерді тез арада ойда сақтап орналастыру және әртүрлі мынандай шеңбершелерді біреуіне, мысалы екі шеңбер мына жерде екеу, мысалы үшеу деген сияқты оқушылардың қол моторикасын дамыту, сонымен бірге сандарды есте сақтау, есептерді шығара білу, әртүрлі осы жердегі оқушыларымыздың ойлап тапқан есептерін біз қазір тәжірибеде қолданып, оның тиімділіктерін бізбен бөлісуде. Өте жұмыс жақсы жасалған, ойлап табылған, әр уақытта біз осы жұмысты сыныбымызда қолданамыз деп ойлаймыз. Мен Амалова Ақтолқын Оспанқызы, Ғұбайдолла Айдаров атындағы номері 1 мектеп-лицейінің педагог-дефектологы. Осы дамытушы ойындардың баланың зейінін тұрақтандыруға, қол моторикасын дамытуға өте көмегі көп. Осы ойындарды біз сабақ барысында балалардың зейінін аулау үшін, ойын бір жерге тұрақтандыру үшін өте көп қолданамыз. Бүркіт, мына осы ағаштарды әр санға рет-ретімен, осыған 5-еуін салауым керек. Санап 5-еуін салу осы жерге. Өзін санап 5-еуін сал. Яғни осы ойынды пайдалану барысында баланың ұсақ қол моторикасы дамыса, баланың мишығы да дамиды. Сол барысында бала өте көп сөйлеуге бейімделеді, әрі сабақ барысында тыныш отырады. Сонымен бірге ойы ұшқыр дамып, бала сабақ оқуға өте қызығушылығы дамиды. Осындай ойындарды көптеп пайдалансақ, бізде оқымайтын бала қалмайды. Бала әрі ұшқыр ойлы, әрі өте сауатты бала болады. Бұл ойынды балаларыма ойнатып көрдім. Менің балаларым 1-ші және 2-ші сыныпта оқиды. Балалар үй тапсырмасын орындап болғаннан кейін бос уақыттар өте көп болады. Сол уақытта ұялы телефондағы ойындарды ойнағысы келіп тұрады. Бос уақыттарын осындай дамытушылық ойындарды ойнаса өте жақсы болар еді. Себебі бұл ойында математикалық дамытушылық, ұғымдар, көбейту кестесі, керекті білімдер естерінде сақталып қалады. Жоғарыда айтып өткендей, бұл ойын тақтасын бастауыштың жалпы кез келген сыныпқа, кез келген тақырыпқа, кез келген пәнге, әркім өзіне қажетті тақырып бойынша өзгертіп ала беруіне болады. Мына жерде мектеп алды даярлық сыныбының мұғалімі өзінің оқушыларымен осы ойын тақтасы бойынша жұмыс жасап жатыр. Мына жерде оқушылар өз бетімен жұмыстанып жатыр. Мына жақта да оқушылар үзіліс кезінде де осы тапсырмаларды қызығушылықпен орындау үстінде. Осы ойын тақтасымен жұмыс жасау арқылы бұл жерде оқушылардың қол моторикасы дамиды. Сол арқылы ойлау, есте сақтау қабілеттері жақсара түседі. Оқушылардың икемділік, шапшаңдық дағдылары қалыптасады. Оқушылар бір-бірімен жарыса отырып, нәтижелерін бір-бірімен салыстыра отырып, осы тапсырмаларды үлкен қызығушылықпен орындайды. Сіздерге осындай ойын тақтасымен жұмыс жасап көрсеңіздер болады. Тыңдағандарыңызға көп